Қайырлы күн баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамы қолжетімді заттардан тұратын өте тойымды әрі дәмді мерекелік дастарханға арналған майонезсіз екі түрлі салаттың жасалу жолын көрсетемін. Бірінші салат үшін ең алдымен тауықтың төс етін осындай орташа көлемде кесеміз. Туралып дайын болған тауықтың төс етін маринаттаймыз. Маринад үшін бізге бір жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, бір ас қасық соя соусын қосамыз. Үстінен 1,5 ас қасық жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырып, 20 минутқа қойып қоямыз. Егер рецепттер ұнаса, видеоны толық соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жанында қоңырауша түймесін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да дәмді әрі тәтті тағамдардың рецептілерін сіздермен бөлісетін боламын. Екі орташа көлемдегі баклажандарды жуып тазалап, кептіріп, дәл видеода көрсетілгендей орташа көлемде кесіп аламыз. Туралған баклажандарымыздың үстіне 2 ас қасық жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырып, орташа қызып тұрған майымызда баклажандарды піскенше қуырып аламыз. Тәтті болгар бұрышын жіңішке ұзын көлемде кесеміз және кинзамызды ұсақтап турап аламыз. Көкөністері турағаннан кейін маринадталып дайын болған тауық етін қызып тұрған майда қуырамыз. Тауық еті қуырылып дайын болғаннан кейін салатымызды жинақтаймыз. Үстінен дәміне қарай қара бұрыш және тұз, зәйтүн майы немесе сұйық майды құйсаңыздар болады. Барлық заттарды қосып болғаннан кейін салатымызды жеңіл ғана қасықтың көмегімен араластырып, тарелкамызға салып, дастарханға ұсынамыз. Ендігі кезекте жасалу жолы өте оңай, екінші салатымызға кірісейік. Суға пісіп дайын тұрған тауықтың етін, яғни окорочкамызды дәл видеодағыдай орташа көлемде кесеміз. Жартылай ащы бұрыш пен помидорды да орташа ірі көлемде кесеміз. Петрушканы ірі көлемде кесіп, салатымызды жинақтаймыз. Үстінен дәміне қарай тұз және соя соусын құямыз. Бұл салатымыз ащы салат болғандықтан үстінен жарты шай қасық паприканы саламыз. Барлық заттарын салып болғаннан кейін салатымызды жеңіл ғана араластырып дастарханға ұсынамыз. Берілген видео рецепттер тек қана бір ғана порцияға арналған. Егер сізге көбірек мөлшерде салат қажет болатын болса, рецепті 2 немесе 3 еселеп жасайсыздар. Міне осымен біздің тауық етінен жасалатын өте тойымды әрі дәмді салаттарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.